әріптестер, Қазақстан Республикасы президент жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан тікелей көрсетілімді бастаймыз. Бүгінгі баспасөз маслихатымыздың тақырыбы Қазақстан Республикасындағы ағымдағы эпидемиологиялық жағдай және омикрон штаммының айналымы туралы болмақ. Спикерлер Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары Ералы Тоғжанов, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі Ажар Геният және Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитетінің төрағасы Айжан Есмағамбетова. Неге KZ Серік Жолдасбаевызбен тікелей байланыста. Серік мырза, кеш жарық. Микрофоныңызды қосыңыз. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Мынау бізде облыстар вакцинацияны жүргіздік деп алдын ала әкімдіктер жоспар өткізу үшін вакцина екпеген, вакцина алмаған азаматтар тіркеуге енгізіп жібергенін біз естіп жатамыз. Бұған әрине азаматтардың өзінің немқұрайлылығы әсер етіп жатқанын жасырмаймыз. Бірақ неге әкімдік жоспар орындау үшін вакцина алмаған азаматтар тіркеуге өткізіп жатыр? Осы нәрсені алдын алдыңыздар ма? Бұндай мәселелер сіздерге кездесті ма жалпы? Өтірік вакцина алған, оны әкімдік тіркеген. Ол енді ұят нәрсе екенін біз бір емес бірінші рет айттық. Өткен жылда ол жағдайлар тіркелді. 170-тен аса қылмыстық істер қозғалды. Оның бәрі осы ең алдымен ол жерге баратын азаматтар ол сол әртүрлі қитұрқы жолдармен өзінің өмірін қауіпке төндіре отырып, өзінің туыстарының өмірін қауіпке төндіре отырып, сондай жаңа жолдарға барған бәріңізге белгілі азаматтар. Бірақ оны арнайы, соны жаңағы көрсеткішті көбейту үшін солармен бірге келісіп жасап отыр деген сұрақ, бұл басқа сұрақ. Егер оларға сол жаңағы жергілікті атқару органдарының адамдары қатысты болатын болса, олардың бәрі қылмысқа тартылатын, бәрін естеріңізге салғым келеді. Сондықтан бұл жерде ешкім онымен ойын ойнайтын мәселе емес, ол сондықтан оның бәрін ескеру керек. Көптеген азаматтар да оның зардабында өткен жылы көрді. Қаншама азаматтар сондай өтірік жаңағы алған паспорттың арқасында түбінде өмірден өтіп кеткен азаматтар да кездесті. Оны да өздеріңіз жақсы білесіздер, ақпарат беттерінен көрген шығарсыздар деп ойлаймын. Егер сізге басқа бір деректер белгілі болатын болса, оны бізге жолдауыңызға, мына бүкіл ел тыңдап отыр ғой, бүкіл азаматтардың бәрінен сұраймыз. Енді сол жағдайлардың бәрін біле отырып, көздерімен көре отырып, біздің елдің азаматтары болашақта бұндай мәселеге бармайды деген ойдамыз. Рахмет. Екінші сұрақ, сіз жауап берсеңіз бұл сұраққа да. Мәселен, кеше әлеуметтік желіден оқып қалдым, мына Pfizer вакцинасын салу үшін Қырғызстанға біздің азаматтар барып жатыр деген секілді. Мына ТМД елдерінің ішінде Өзбекстан болсын, оларда Pfizer'ді егуге мүмкіндік қарастырылған. Неге біздің үкімет ресейлік спутникке жабысып қалып, Pfizer'ді барлық азаматтарға бірдей қолжетімді етпей отыр? Неге Pfizer'ге жабысып отырсыз? Мен соны түсінбеймін. 4 миллион Pfizer Қазақстанға алып келді. Жас мына балаларға, 12 жастан 18 жастағы балаларға береміз деп айтып отырмыз. Жүкті әйел азаматтарға береміз деп олар. Неге десеңіздер, дүниежүзілік жаңағы денсаулық сақтау жаңағы ұйымның арнайы шешімімен сол азаматтарға ұқсат берілгеннен кейін сол Pfizer'ді соған әкеліп енгізіп отырмыз. Егер мына басқа мемлекеттерде, білмеймін, енді ол мына Pfizer'дің өзінің бізге берген арнайы шешімі бойынша бүгін Pfizer'ді сатуға жол жоқ деп олар өздерінің шешімдерін шығарған. Басқа мемлекеттерде барып жаңағы тығылып барып біреулер шешім қабылдап жатса, бір жаңағы басқа бір жолдармен, қитұртқы жолдармен жолдарын шешіп жатса, мен оған жауап бере алмаймын. Бірақ мына Қазақстан бойынша біздің қарым-қатынасымыз осы Pfizer компаниясына байланысты осындай бүгінде. Сондықтан басқа да Pfizer, спутникке жабысып отқан ешкім жоқ. Ең алдымен Sinopharm жаңа айтып отырмыз, дүниежүзілік ұйымның жаңа рұқсаты берілген кез келген мемлекетке шығуға болады. Оларда қазір 2 миллионнан аса Қазақстанда бар. Өзіміздің Казвакты вакцинасы бүгін бар. Сондықтан пайдалануға мүмкіндік бар ғой, Құдайға шүкір. Соның бәрін ескерейік азаматтар. Мына азаматтардың жалпы вакцина салдырмай жату себебі ол мынау ресейлік спутникпен қазақстандық Казвакқа сеніп отырған жоқ. Көп адамдар Европада мынау жаңағы Pfizer'ді пайдаланғысы келеді. Егер жаңағы Pfizer болатын болса, барлығына қолжетімді болса, азаматтар мәселен екпе салдырудан қашпас еді ғой. Неге осыны сіздер әу баста ескермедіңіздер?
Сіздер сонда не бүкіл Қазақстанға не Pfizer'ді ғана алып келіп отыруымыз керек пе сонда сіздің ойыңызша? Қалай деп ойлайсыз? Таңдау мүмкіндігі болу керек еді. Таңдау мүмкіндігі бар. Міне азаматтардың бәріне мүмкіндік беріп отырмыз. 60 жастағы азғана 1 миллион адам бүгінде мүмкіндігі бар олардың да. Серік мырза, Жақсы. сізге жауап берілді. Мен келесі журналистке көшемін.